Мгм. Так. Так. Мгм. Ал енді міне қара, мына жерде үстінде білесің ба немене жазып тұр? Участник деген не нәрсе міне участник? Үйрену. Жоқ, үйрену деген это учиться или обучаться. А участник деген жаза ғой міне мына сөзді міне. Стрелка тұр ғой, участник. Это означает қатысушы. Бір нәрсеге қатысады ғой мысалы. Так, сонда слова дегенді білесің ғой, слова? Сөз. Аха, молодец. Я сонда сөздер, әрбір қатысушының сөздері жаңа неден жазылады дейді міне. Диалогта әрбір жаңа адам сөйлейді ғой, жаңа жолдан жазылады. Міне строка деген жол. Түсіндің ба? Строка может жазып алуға. Строка жол. Я строка деген жол. Әрбіреу жаңа жолдан жазылады, әрбір адамның сөзін. Так. Потом олардың алдында мынадай сызықша қойылады дейді. Көрдің бе міне сызықша? Оның аты, мына сызықшаның аты тире. Дәптеріңе сыз мынадай сызықшаны, оның аты тире. Так, ал енді давай мынаны талдайық, мына нені. Стихотворение деген білесің бе не нәрсе? Стихотворение. Өлең деген сөз. Стихотворение это өлең. Мысалы, Абайдың өлеңдері болады ғой сондай. Ал енді мына жерге мынаны оқы мен. Стучит, бренчит по улице. Стучит, бренчит. Оны қалай түсінесің? Стучит деген ол, білесің ғой не нәрсе? Стучит деген. Тоқылдату. Мысалы, стучит дверь. Сосын бренчит деген, мысалы, бір музыкалық аспаппен ойнап атса, сол бренчит деп аталады. Сонда этот музыкал, ну, сондай бір дыбыс сондай. Короче, тоқылдатып, короче, әнмен. Улица деген не нәрсе? Мысалы, улица... Көше. Я дұрыс. Көшеде дейді. Фома ол біреудің аты. Фома деген ер адамның аты. Или может әйел, кім біледі оны. Фома. Әйтеуір едет. На курице. Түсінің ба оны, едет деген? Едет жеу емес па? Иә, жүріп келе жатыр. Курица дегенді білеміз ғой, курица. Тауық. Иә, міне ол тауықтың үстінде келе жатыр. Окей. Тимошка на кошке. Тимошка деген ол тоже бір баланың аты, кісінің аты. Кошка деген білесің, мынамен келе жатыр, иә? Потом? По кривой дорожке. Ол не нәрсе, кривая дорожка. Кривой деген ол қисық. Кривой. Қисық. Дорожка деген жол. Дорога, жол болады ғой. То есть қисық жолмен келе жатыр дейді. Сосын міне көрдің ба, кісілердің сөйлеуі басталды. Бір-бірімен сөйлеу диалог деп аталады. Міне біреу міне бастады, немейді? Куда, Фома, едешь? Түсіндің ғой, иә? Фома қайда кетіп жүр? Иә, дұрыс. Еду, сено косит. Түсінің ба, жоқ па? Сено деген. Сено деген.
Сено деген шөп деген сөз. Еду деген кетіп бара жатырмын, иә, оны білесің. Касит Она что деген, тебе? касит деген жаза ғой, шабу. Шөп шабуға кетіп бара жатырмын дейді. Касит деген шабу. Так, дальше. Она что тебе сено? На что деген ол, түсінің бе жоқ па, на что? На что? Иә. На что деген ол, ну қалай, не үшін деген сөз ғой, на что деген, не үшін? Яғни не үшін саған дейді, шөп дейді. А ол қалай жауап береді? Корову кормит. Корову кормить. Сиыр жейді. Я сиырды дейді. Ой, сиырларды, мынау көпше түрді да, кормить деген тамақтандыру. Сиырларды тамақтандырам дейді. Тамақтандыру. На что тебе корова? Не үшін сенің саған сиыр корова дейді. Молоко доит. Доить. Сүт. Доить деген сау. Сүтті сауам дейді. А зачем молоко? Ал сүт не үшін? Неге? Иә. Ребенок кормит. Баланы тамақтандыру үшін. Дұрыс, молодец. Сосын мұнда мне мынадай сөз бар, міне потешка деген, потешка. Міне стихотворение, міне потешка. Ол күлдіретін кісіні. Мысалы, мүмкін емес нәрселер бар сондай. Түсінің ба? Ішінде. Мысалы, адам тауық мысықпен жүре алмайды ғой, мысалы. Иә. Міне мына жерде сұрапты, что в нем необычного? Необычный деген, оны может жазып алуға. Ерекше. Иә, ерекше не бар дейді, яғни сондай қалыпсыз, қалыпты жағдайда болмайтын нәрсе. Диалог міне мынау, иә, мына жерде жауап тұр. Тап деді диалогты. Найди деген тап деген сөз. Сосын міне саған сұрақ тұр, міне үшінші сұрақты оқыш, міне Сколько человек участвует в разговоре? В разговоре. Түсінің бе бұны, жоқ па? Қанша адам әңгімелесті? Дұрыс. Участвовать деген қатысу. Яғни, қанша адам әңгімеге қатысып отыр дейді. Сонда сколько? Орысша қалай жауап бересіз? Екеу деп қалай айтасыз? Два человека, дұрыс. Дальше. Так. Два человека участвуют в разговоре. Иә, мыналар керек жоқ, мұнда оқы дейді рольмен. Сен уже оқыдың оны. Давай ендігісін. Так. Міне мына жерде жазып тұр. Қара, текст деген ол не нәрсе? Мәтін. Мәтін. Состоит деген ол тұрады деген сөз. Мәтін не нәрседен тұрады? Или құралады деп жазуға болады. Сонда сен білесің ғой, мәтін не нәрседен тұрады? Сөйлемдерден. Сөйлем қалай болады? Міне сөйлем мына сөз міне. Предложение. Текст состоит из предложений болады соңында. Из чего? Из предложений. Сосын ендігі сөйлем міне қара. Жаңағы сөйлем міне предложение құралады не нәрседен? Сөздерден. Қалай сөз болады? Слов. Міне. Дұрыс. Из слов. Көпше түрден из чего? Жазбайсың мына жерге слов. Из чего? Из слов. Көпше түрді.
Предложение выражает дейді. Яғни ол нені білдіреді? Мына жерге айту керек, законченную мысль. Яғни бір біткен ойды білдіреді. Мына жерде законченную мысль. Так, слова предложений связаны между собой. Связаны деген байланысты деген сөз. Яғни сөздер сөйлемде байланысты. Мына жерге бізге керек между собой, бір-бірімен байланысты. Түсіндің ба? Мына жерде жанып тұр. Оқымнан. Первые слова в предложении записывается. Первое слово деген ол бірінші сөз сөйлемде. Яғни жазылады. Мына жерге айту керек бас әріппен. Есіңде ме қалай бас әріппен? Заглавная буква. Заглавная буква. Да, заглавная. Ага, ал енді мынаны в конце предложения. В конце предложения ставится. Сөйлемнің соңына не нәрсе қоясың? Нүкте қалай болады? Точка. Хорошо. Так. Міне қара, мына сөйлемдерден не құрады дейді. Мына сөйлемдерді құрасаң, мақал мәтел шығады дейді, мәтел. А мен білем уже қалай құралатын. Міне қара. Речь слушает. Да, можно былай істеуге, қара. Міне мынау бас тұр ғой, иә? Приятно. Приятно деген не нәрсе? Приятно деген. Сүйкімді, ұнайды деген сөз. Сүйкімді. Мысалы, біз айтамыз ғой, приятно познакомиться, яғни қуанышты деуге де болады. Танысқаныма қуаныштымын. Приятно слушать. Яғни сүйкімді или қуаныш әкеледі, тыңдау. Сосын и дегенді қоясын, потому что иді басқа жерге қоя алмаймыз. И умные речи, умные ақылды сөйлеуді, сөзді тыңдау жақсы дейді. Так, мына жерде жай тақырыптар. Так. Міне мына жерде стихотворение, опять өлең. Мынаны аудардың ба? Ага, ал енді. Оқи ғой. Ложка – это ложка. Қасық бұл қасық. Ага. Ложкой суп едет. Қасықпен сорпа ішеді. Едят. Кошка – это кошка. Мысық бұл мысық. У кошки 7 котят. 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 Котята деген жаза ғой. Котята деген ол әлгі мысықтың бөпелері болады ғой. Марғау дей ме? Қалай ол? Марғау. Марғау, иә. Яғни оның 7 марғаулары бар. Дальше. А я придумал слово. Ал мен сөз ойладым. Я, мен оны ойлап таптым дейді сол сөзді. Смешное слово плим. Смешное деген не нәрсе смешное? Күлкілі ма? Я, күлкілі сөз дейді. Күлкілі сөз. Плим деген. Плимнің не мағынасы жоқ қой деймін. Ол жай оны не ойын күйінде плим. Оның несі жоқ, мағынасыз сөз. Жай ол өзі ойлап тапқан ғой. И повторяю снова. Повторяю деген не нәрсе? Повторяю деген қайталаймын. Я, мен қайталаймын дейді. Снова деген қайта.
Қайталай берем. Плим. Дальше. Вот прыгает и скачет. Прыгает деген не нәрсе? Секрет. Секреді. Секру. Міне секреті. Скачет деген жазады. Скачет деген ол шабу. Міне мыналар шауып баратыр ғой екеуі. Ат шабады ғой негізі. Шабу. Шапқылау. Шапқылап жүреді ғой. Плим и ничего не значит. Вот міне мынау түсінікті міне. Ничего не... Және ештеңе білдірмейді. Иә, дұрыс. Жаңағы сөздің мағынасы жоқ. Ол ештеңе білдірмейді. Так, енді міне мында сұрап тұр сен, мына плим деген сөз ба? Сөз, иә, ол сөз, бірақ бұл сөздің міне мына жерде қара, сочетание букв деген, яғни әріптердің бір-бірімен бірігуі, иә, мысалы. Бірақ ол сөзге жатпайды. Ол біз оны атаймыз, міне қара, мына жерде жазып тұр. Егер сөздер біріксе дейді, мысалы сөз болуға, әріптер біріксе, ол сөз болады дейді, когда оның мағынасы бар, значение деген мағына жазылып. Значение. Егер оның мағынасы болса ғана оны сөз деп санауға болады дейді. Түсінің ба, если мысалы плимнің мағынасы жоқ қой. Хотя ол сөз, бірақ оның мағынасы жоқ, түсінің ба? Мындайды оны сөз деп санауға болмайды деп жазып тұр. Түсінің ба? Иә. Мұнда жазып тұр. Сөз деген не нәрсе, олар бізге не үшін керек? Енді біз оны білеміз ғой, не үшін керек екенін, иә? Существует деген не нәрсе? Существует деген ол бар деген сөз. Осы дүниеде бар нәрсе, бар. Өмір сүреді деген мағынасы бар, бар нәрсе. Существует, түсінің ба? Природа деген не нәрсе? Природа. Мысалы, я люблю природу. Мына природаны білесің бе, жоқ па? Природа деген табиғат. Міне табиғатта бар нәрсе деді. Барлығы деді, табиғатта бар. Табиғатта бар барлық нәрсе үшін орыс тілінде көптеген жақсы сөздер мен атаулар бар. Дұрыс, молодец. Так, енді қара, енді міне мына жерді көрші, вспомни слова, можно... Так, мысалы көп сөздер бар ғой енді, мысалы, мына жерде қарадың ғой мына сөздердің бәрін? Иә. Оқи ғой оларды. Солнце, күн, снежки, қар, жоқ, снежинки, қар ұшқыны, сослуки. Сосульки, а деп оқисың, сосульки. Оны жазбаппын. Сосульки деген ол әлгі мынадай мұздар ілініп тұрады ғой, сондай. Жаңбырдан қалғанда ол мұз боп ілініп тұрады. Неден? Шатырдан. Сол сосульки деп аталады. Сугроб, оны да жазбаппын. Сугроб деген ол мынадай қар болады ғой, когда қалың қар болып түседі ғой. Сол сугроб деп аталады. Ручей, бұлақтар, ромашка, гүл. Иә, бірақ ол білесің ба қандай гүл? Суреттегі гүл ма? Иә, анандай бір пайдалы, біреудің бір жері ауырса, андай ақ жапырақтар бар. Скворцы, жұлдыздар. Жоқ, ол бар ғой, жұлдыз емес. Мынау бар ғой, әлгі құс. Мынау құстың бір түрі. Біз жақта мекендейді осындай құстар, кішкентай торғай сияқты. Снегопад, қар.
Ледоход. Ледоход деген Сарғыш. бар ғой, ол мынау әлгі қардың үстінде, мұздың үстінде жүретін бір не. Сондай бір, білмеймін оны даже қалай нетуге. Әйтеуір сондай бір не, машина секілді бірдеңе, бірақ мұздың үстімен Монстр. жүреді. Метель. Метель. Боран. Иә. Метель, боран. Подснежник. Бұл бар ғой, ол бар ғой, сондай бір гүл қардың астына, вот, когда, например, қар жауады ғой, қар ериді ғой, мысалы, неде, көктемде, иә? Аха. Сонда мынау дәл бірінші қардың астынан мынау шыға келетін мынандай гүл, специальный бір гүл бар. Көбінесе таулы аймақтарда өседі, иә. Аппақ болып шығады, әдемі колокольчик сияқты. Дальше. Мухомор. Мухомор деген ол бар ғой, ана орыстар жақсы көреді ғой, саңырау құлақ. Мынау саңырау құлақтың бір түрі. Қазақша ол бар ғой, бәйшешек деп аталады екен, ана подснежник жазып қойшы, бәйшешек. Подснежник. Көп естиміз ғой, бәйшешек, бәйшешек. Саргүл, да? Бәйшешек. Я, әртүрлі болады. Так, теперь мухомор деген әлгі саңырау құлақтың бір түрі. Олар жейді ғой, соның әр түрі бар. Оны бар ғой, қазақша біз былай атайды екенбіз, шыбын жұт деп мухоморды. Шыбын қырғыш деп аталады екен еще. Шыбынды қыратын улы саңырау құлақ дейді. Шыбын жұт деп аталады. Грачи. Грач деген ол құстың бір түрі, қазақша ол құзғын қарға деп аталады. Ана скворец, білесің ба? Түстің қай... Скворецті жазып қой, қара торғай. Скворец. Қара торғай. Ал. Дальше. Смородина. Қарақат. Қарақат, дұрыс. Радуга. Кемпірқосақ. Мороз, аяз. Капель, тамшы. Я, молодец, капель, я. Дұрыс. Мынау выберешь деген не нәрсе? Выберешь. Я, или выбери дейді. Выбор деген айту. Выбор. Как раз бізде сол бар ғой, скоро болады. Осы Қазақстанда скоро болайын деп отыр. Міне, выберешь, выбор. Не о? Выберешь деген ол таңдайсың деген сөз. Мынау сен таңдайсың, алдына сен жетіспейді. Таңдайсың деп жазып қой. Таңдау. Бізде мысалы ана не келейін деп жатыр ғой, әлгі сайлау. Міне, выбор деген ол таңдау немесе сайлау деп аударылады, міне. Бірақ ол 18-ге толу керек оған сайлауға бару үшін. Енді бар ғой, мынау весенний деген не нәрсе? Весенний? Білмейді. Весна деген бар ғой, содан шыққан. Көктем. Я, көктемдік мынау весенний. Енді представляешь деген не нәрсе? Кейде былай айтады ғой, представляешь, былай да бопты. Білесің ба, деген бар? Я, білесің ба, или көзге елестету деген сөз негізі. Представляешь деген көзге елестету бір нәрсені.
Болды ма? Мгм. Мына суретте не нәрсені көріп тұрсың? Міне мына жерде айтады, назови деген ата дейді. Предмет дегенді білесің бе, не нәрсе предмет? Ой, қазір. Предмет деген зат. Зат немесе әлгі сабақтарды предмет дейді. Мысалы, математика, әртүрлі сабақтар бар ғой. Мгм. Заттарды ата дейді. Мына балық қалай болады орысша? Рыба. Мынау? Кошка. Мынаның бәрі қалай аталады, мына несімен бірге? Аквариум. Молодец. Аквариум. Аквариум, дұрыс. Так, предметы и слова дейді. Предметы. Заттар мен олардың атаулары. Енді бірдей ғой заттар мен атаулары. Мгм. Так. Кот какой дейді? Кот. Саған сұрап тұр, мысық қандай дейді, мысық? Сен можешь любой сын есім айтуға. Кот какой? Красный. Оранжевый, да, или какой там рыжий дейді оны бір сөзбен, рыжий. Р-ы-ж, сосын ы, рыжий, я. А рыбы какие, міне сұрап тұр сенен, рыбки какие? Мынау күлгін цвет қалай болады орысша? Фиолетовый. Да, фиолетовый, желтый, да, или маленький, әртүрлі сөз айтуға болады. Аквариум какой дейді әне? Большой. Большой или маленький, я. Әне сенен сұрап тұр, что делает кот дейді? Мысық не істеп жатыр, что делает? Ойнап. Играет, да? Играет. А что делают рыбки? Қорқып жатыр деген қалай? Боятся. Б-о, я. Я болады ғой, соңғы сөз. Ой, соңғы әріп. Сосын Т, сосын мягкий знак анандай. Сосын С, я, соң боятся. Сонда екі я болады, я? Боятся. Так, міне мына сөздерді қарадың ғой, міне? Міне маленький дейді. Оқи ғой мыналарды. Маленькие, красивые, рыбкой плавают. Плавают деген не нәрсе? Плавают. Плавают жаза ғой. Плавает деген ол жүзіп жүр деген сөз. Сосын? Вода, аквариум, любопытный кот увидел. Қандай сөз түсінбейсің? Любопытный деген не нәрсе? Любопытный. Любопытныйды жаза ғой. Мысалы, сондай бір адам болады ғой, бәрін білгісі кеп тұрады, сондай. Әуес адам дейді. Қызық құмар адам сондай. Бәрін білгісі кеп тұрады, сондай. Қызық құмар адам. Дальше, осыны бітіреміз, сосын уже дальше басқа нені істейміз. Қалған қандай сөз білмейсің? Міне, увидел деген не нәрсе, увидел? Увидел. Увидел. Увидел деген ол көрді деген сөз. А мынау кот деген не нәрсе, кот? Мысық. Дұрыс. Ол мысық, я? Крадется деген ол ұрланып, жақындап баратыр, ақырын ұрланып. Жақындау ма? Опустил лапу дейді. Ол не нәрсе, опустил лапу? Лапа деген білесің бе не нәрсе, лапа? Лапа? Да, лапа деген ол ана жануарлардың қолдары бар ғой. Мысалы, мысық. Лапки. Лапки. Опустил деген ол малды деген сөз ана. Бұлай қолын анан ішіне салды,
Түсіндің ғой? Мгм. Хитрый деген білесің ба? Қу ма? Хочет поймать. Хочет поймать. Хочет қалау ма? Поймать деген это аулау, ұстап алу. Ұстап алғысы келеді дейді. Котик деген ол бір кішкентай мысық. А вообще каток дегенді білесің ба? Міне каток. Жеке. Каток деген ол әлгі кейбіреулер әлгі үстіне мініп алады ғой, мұздан жасап, үстінде, короче, сыртынан жатады. Соны жазып алады, ұмытып кетесің, каток. Так. Жоқ, негізі бар ғой, ол бар ғой, каток болады. Каток, а мынау коток деген ол мысыққа жай. Жай оның мағынасы жоқ негізі. Мына мен жай қоса қабат нет салған, түсінің ба? Анау каток болады, а болады, иә. Енді қара, мына жерді аударасың, мен жазып ал үй жұмысы. Үй жұмысы 22-ші бет, 23-ші. 23-татыр, міне 21-ді жасайсың. Сосын мыналарды қара, міне сирень, кукушка, мына сөздерді қара. Сосын мына әңгімені қара, міне әдемі әңгіме. Я осыларды жасаймыз, жарай ма? Так, қазір мен саған басқа нені көрейік қазір. Басқа нені дайындап қойайын. Ана жолы біз, помнишь, әңгімені бастадық, оны бітірген жоқпыз, соны не туралы. Соны бітірейік. Міне мынаны. Помнишь, ана колобокты? Уйду деген. Қашам деді ғой мынау. И покатился по дороге. Покатился деген не нәрсе? Покатился, сенде болды ғой покатился. Я болды. Покатился деген ол домалау. Ол, короче, дороганы білесің ғой? Дорога, жол. Я, ол, короче, жолмен домалап кетті. Только заяц его и видел. Видел деген? Видел. Көрді. Ол заяц только көрді оны тек қана. Сендерде үй суық па? Дома холодно? Орташа? Хорошо. Міне, қалып. Катится колобок. Катится, яғни, домалап келе жатыр. Навстречу ему волк. Навстречу деген не нәрсе? Навстречу. Кездесті. Я, қарама қарсы оған. Қасқырмен. Я. Колобок, колобок, я тебя съем. Съем деген есіңде ме? Жем. Жеп қоям деп. Не ешь меня, серый волк. Серый деген қандай не? Сұр. Я тебе песенку спою. Мынау білесің ғой, песенку спою деген. Спою деген. Ән айтам дейді. Песенку спою, ән айтам. Я колобок, колобок, колобок румяный бок. Я покорен. Помнишь, ана румяный деген әлгі мен саған айттым ғой, әйелдер беттер қызыл, я. Мен ана не қораптың ішінен мені нетті дейді әлгі. Қасықпен қырып алды. Скребен, пасусь. Секу я метет, на сметане мешон, на окошке стужен. Міне, на сметане мешон. Помнишь, ана сметана деген менің қаймақтан нетті дейді? Қаймақ. От дедушки ушел. Міне қара, от дедушки ушел, атадан кеттім. Я от бабушки ушел, я от зайца ушел. От тебя, волка, подавно уйду. А сенен мен тем более қаш кетем дейді. Одан гөрі қаш кетем. И покатился по дороге. Только волк его и видел.
Катится колобок, навстречу ему медведь. 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 Аю. Аюмен. Колобок, колобок, я тебя съем. Где тебе, косолапому, съесть меня? Ой, міне косолапый деген. Жаза ғой, косолапый. Опять түбірі лапа деген сөз. Қолы ма? Жоқ, ол уже даже аяқ та болуы мүмкін. Жануарда да түсініксіз ғой, ол аяқ па, қол ма. Косолапый деген ол маймақ деген сөз. Негізі қисық немесе қисық аяқ немесе маймақ дейді, маймақ. Түсінің ба? Маймақ. Я колобок, колобок, колобок румяный бок. Я по коробу скребен, по сусеку я метен, на сметане. Помнишь, сусеку я метен, мені былай сыпырып алды дейді әлгі немен. Помнишь, қанатпен сыпырып алды ғой ана. Пырманың ба әлгі ненің ішінен. Не мешон, на окошке стужен. Мені терезеден нетті туытты, Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел. От тебя, медведя, подавно уйду. И опять покатился. Только медведь его и видел. Катится колобок, навстречу ему лиса. Лиса, түсінің ғой, кім ол лиса? Түлкі. Колобок, колобок, куда катишься? Мынау немейді, куда? Қайда? Кетіп бара жатсың, қайда домалап жатсың дейді. Качусь по дорожке. Жолмен, я? Колобок, колобок, спой мне песенку. Колобок и запел. Я колобок, колобок, колобок. Яғни запел деген, это значит, ән айта бастады, я? Румяный бок, я по коробу скребен, по сусеку я метен, на сметане мешон, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел. От тебя, лисы, не хитро уйти. Хитро деген, как бы, қу. Сенен қиын емес дейді кету сенен. А лиса и говорит: ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Мынау немейді? Песенка хороша дейді. Слушай, естімей. Әнің жақсы дейді, бірақ плохо деген не нәрсе? Жаман емес. Да, жаман, наоборот, жаман. Жаман, я. Колобок, колобок, сядь ко мне на носок. Сядь деген не нәрсе, сядь. Жаза ғой, сядь деп. Сядь деген отыр деген сөз. Нос дегенді білесің ғой, не нәрсе, нос? Құлақ. Жоқ, мұрын. Менің мұрныма отыр дейді. Спой деген, это значит, ән айт. Да спой еще разок. Еще раз деген тағы бір рет деген сөз. Еще раз. Погромче дегенді білесің? Погромче. Біреу саған айтса, погромче. Погромче деген. Громкий деген сөзден шыққан. Жаза ғой. Дауыс. Қаттырақ деп жаз. Погромче. Колобок вскочил лисе на нос. Вскочил деген былай секірді. Мініп алды. И запел погромче ту же песенку. Я колобок, колобок, колобок румяный бок. Я по коробу скребен, по сусеку я метен, на сметане мешон, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, от медведя ушел. От тебя, лисы, не хитро уйти. А лиса опять ему:
Колобок, колобок, сядь ко мне на язычок, да пропой последний. Язык дегенді білесің ғой? Тіл. Аха, тілдің үстіне отыр дейді. Сосын ән айт. Последний деген не нәрсе? Последний. Соңғы. Я соңғы рет. Не разок. Колобок прыгнул лисе на язык, а лиса его ам и съела. Әне, съела дейді. Съела деген не нәрсе? Жеп қойды. Вот и сказки Колобок конец. А кто слушал? Әне, конец дейді. Түсінің ба, конец? Аяқталды. Я. Молодец. Кто слушал деген не нәрсе? Кто слушал? Кім Кім слушал тыңдады, песню? сол Мгм. молодец дейді. Молодец. Колосок деген бар екен. Колосок. Колосок дегенді білесің ба? Жоқ. Жаза ғой. Бұл бар ғой не? Масақ деп аталады. Масақ. Ана егіннің дәнді басы бар ғой? Егіннің дәнді басы. Бір сап-сары сондай болады ғой? Еще кейде шашты өргенде колосок деген өрудің несі бар. Шана неге бидайдың несіне ұқсайды? Мынадай түсінің ба сол колосок? Я. Колосок. Жили-были два мышонка. Түсінің ғой, я мышонок деген. Тышқан өмір сүрді. Екі тышқан. Тышқан. Круть и верть. Круть и верть. Верть деген это как айналдыру, мына екеу. Айналдыру деген мағынада. Олар, видать, осылай бір-бірін айнала берді. Тұра тұр, олардың, может быть, аттары сондай болған шығар, Құдай біледі. Әйтеуір, круть и верть. Мне кажется, аттары. Да петушок, голосистое горло. Петушок деген. Петух. Қораз. Я. Голосистый. Голос дегенді білесің ғой? Жоқ па? Голос. Голос. Жоқ. Голос деген ол дауыс. Горло деген ол әлгі несі. Тамақ болады ғой, мына тамақ. Оның несі дейді мына тамақ ауырады ғой, мына сол жері, мына жері. Сол жері дауысы не дейді? Голосисты деген, яғни дауысы зор деген сөз. Тамағындағы дауысы зор. Мышата только и знали, что пели да... Мышата знали. Знали деген не нәрсе? Білу ма? Білді. Не нәрсені? Петь. Петь па или что? Плясали, крутились, да... Плясали. Плясали деген би билеу. Ол мында этот жазылмаған қазір. Плясать деген сөз бар. Мысалы былай. Плясать. Плясать деген би билеу. Міне, крутились деген ол айналу, домалау, әйтеуір. Вертелись. Плясать. Плясать деген ол би билеу. А петушок дейді? А петушок чуть свет поднимался. Свет. Свет дегенді білесің ол не нәрсе? Свет. Жарық. Жарық көтерілген сайын дейді. Подниматься деген ол көтеру, яғни күннің көзі көтеріледі ғой. Сперва всех песней... А что такое сперва? Сперва деген не нәрсе? Сперва деген ол бірінші. Бірінші? Или басында бірінші.
Басында бірінші. Жаздың ба? Будил. Болды ма? Жоқ, будил деген жаза ғой. Оятты деген сөз. Оят. Оятты. Все, енді пока осы жерге дейін жаттаймыз бәрін. Жарай ма? Дайындал, сосын ана оқулықта ана беттер белгілі, 21, 22, 23, жарай ма? Все, онда бүгінгіге осы. До свидания. Окей, пока, до свидания.